Ассаляму алейкум. Бүгін балықты қалай дәмді етіп пісіретін рецептін көрсетемін. Үлкен балықтың бөліктері керек болады. Менде кита балығы. Сіз кез келген ірі балықты қолдана аласыз. Сүйектерді еттен бөлуіміз керек. Содан кейін екі бөлікке кесіңіз. Егер тері қалың болса, оны алып тастаған дұрыс. Осындай филе бөліктері болу керек. Клярды дайындаймыз. Терең ыдыста 100 грамм 15% қаймақ, 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш, 30 грамм ұн және жарты шай қасық қопсытқыш қосамыз. Блендердің ыдысына 100 грамм пияз және 2 түйір сарымсақ салыңыз. Ұсақтап, негізгі массаға қосыңыз. Жақсылап араластырыңыз. Енді барлық балықты осы қамырға салайық. Жақсылап араластырамыз. Үстін қақпағымен жауып, 30 минутқа тоңазытқышқа саламыз. Табада аздап майды қыздырып, балық кесектерін салып қоямыз. Орташа отта қуыру керек. Балықты жақсы қуыру үшін барлық жағына аударамыз. Нәтижесінде бұл өте дәмді болды. Мұндай клярдағы кез келген балық нәзік және шырынды болады. Осындай балықты тіпті гарнирсіз да жеуге болады. Пісіріп көріңіз. Сізге ұнайды деп ойлаймын. Және бұл әдіс сіздің сүйікті рецептіңізге айналады. Осы рецепт сізге ұнаса, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз және біздің арнамызға тіркеліңіз. Қоңырауға басуды ұмытпаңыз, сонда сіз әрдайым жаңа видео көретін боласыздар.